Безетина Викторовна 1991 жылы 27 мамырда дүниеге келдім. Қарағанды облысы Нұра ауданы Байтуған ауылында. Менің есімім Дина. Бұл есімді әкем қойған. Әкемнің әпкесінің аты Адина болған. Сол кісіге ұқсасын деп Дина деп қойған әкем. Бұл өлкенің адамдары Нұраның кең даласындай. Кең пейіл, жомарт. Оларды бір ғана ұстаным біріктіреді. Адал еңбек, бірлік пен береке. Осының арқасында елденген азаматтары қашан да алғы шептен көрініп келеді. Біз бүгін мейманасы тасыған тағы бір шаңыраққа ат басын тіредік. Ауылға келіп те қалдық. Біздің кейіпкеріміздің үйі дәл осы үй. Дина Виктор қызының шаңырағымен бірге танысамыз. Кішкене қазір дала аяз болып тұр. Шаңыраққа кіріп, бір жылынып қалуға мүмкіндік бар. Кеттік. Енді ғана танысып отырсақ та, бауыр басып қалған екен. Апа, енді кезінде немістің отбасына келген өтсіңіз ғой. Ол ұлттың салты басқа. Десе де, үйренісіп кеттіңіз бе, әлде қалай болды негізі? Сол қызық. Біз енді көбінесе өзі үйім неміс болса да, көбінесе қазақтың салт дәстүрімен біз өмір сүрдік. Жолдасым Германияға кетті да. Енді бала шағам Алла берген 3 балам бар. Үлкенім тұңғышым Арғын, ер бала. Оның 3 баласы бар. Ата болып отыр. Менде шөбере бар. Екінші Айгүл деген қызым. Ол Астанада тұрады, келе алмады. Жұмыс. Сосын мына ең кенжем Дина. Енді ғана танысып өте бауыр болып екен, қонақ жақсы көретін сияқты ғой. Қашан өтеді біз жасайтын. Астана жақын 100 шақырым ба? Қазір жолда да биыл оңда да. Апа, бүгінгі берекелі дастарханымызға кім жиналды? Кімдер бар? Қазір мен айтайын, осы ауылдың әкімі, бірінші бастайын. Бір енді одан кейінгі отырған менің балам, Арғын деген тұңғышым. Сосын міне Дина, Азамат, мынау немерем, осы үйдің үлкені. Сосын Инаят деген кішкентай. Азамат пен Динаның отбасындамыз. Енді жаңа ауылдарыңызда шамалы жүріп өттік, көрдік, берекелі ауыл екен. Өте күшті. Аға, қалай енді ауылдың халқы? Ауылдың халқы енді 70% өзіміздің қазақ ұлтынан, 14 басқа өкілдер ұлтынан бар. Осы күнде міне тату-тәтті халқымыз тұрып жатыр. Ауылымызда су бар, свет бар, интернет бар. Бастысы, иә. Кезінде енді апа, осы ауылда өзге ұлт өкілдері көп тұрған, иә? Көбі кетті 90-шы жылдар. 90-шы жылдары. Оның жаңағы ішінде туыстарыңыз да бар, иә? Күйеуімнің 2 апасы кетті, олар бұл жақта тұрған жоқ. Біреу Осакаровкада, біреу Астана жақта тұрды. Олар кетті, сосын Артур деген ағасы кетті, Гена кетті. Бұдан көп болды немістер. Бірақ сол кезде де қазақ тілін меңгерген, еркін сөйлесіп жүрген. Бұна кеткен немістердің өзі мантайлар, барлық қазақша сөйлейді. Әкем сварщик болған. Анам пошта таситын. Анам кішкентай кезінен бастап
қазақша сөйле деген сөзі санамда қалып қойған. Қазір өзім де осы балаларыма айтам, қазақша сөйлеңдер. Мультик көреді ғой, мультикті қазақша көріңдер. Балалармен ойнасаңдар, қазақша сөйлеңдер, қазақша ойнаңдар. Өйткені Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Мен құжатымда Безидина Викторовна неміс деген ұлты жазылған. Неміс халқы қазақ тілін тез меңгеріп алады. Менің әкем кішкентай кезінен бастап қазақ тілін жетік меңгерген. Әнді айтады, ойнайды, қазақша сөйлейді. Жолдастары да қазақ болды. Менің әкем неміс тілін еркін білетін. Германияға барып жүрді, немістермен сөйлесіп, жақсы меңгерген тілді. Әкем үйретіп кеткен дәстүрі, бұл Пасха дейді ғой. Пасха уақытында осы жұмыртқа бояп, бұрын әкем барда осылай жұмыртқа бояп, анам жұмыртқа бояп, осылай сол жұмыртқаны бір-бірімізге жарып, солай нететіміз. Ал жаңағы сосын зайчик пришел деп, маған неше түрлі сыйлықтар салып беретін. Біз үйде негізі үшеуміз, үлкен ағам, әпкем және мен үйдің кішісімін. Ағам Астана қаласында жұмыс істейді, күзетші болып. Әпкем менің аэропортта жұмыс істейді, менеджер. Мен өзім енді мектепте ұстаз болып жұмыс жасаймын. Ағамда 3 ұл бар, 3 баласы бар. Олар да өзі отау құрып, балалы болып жатыр. Әпкем менің 2 баласы бар, 1 қыз, 1 ұл. Және менде 2 балам бар. Дина кішкентайынан жақсы бала болып өсті. Әкесі еркелетті. Енді көтеріп, нетіп жүретін. Сонда еркелетті, қасынан ешқайда қалдырмайтын. Динаның 3 жасында Германияға барып келді, Витя, отпускаға. Сосын ылғи звондайды маған. Динаны қара, машине басып кетпесін, Динаны қара, жолға жүгіріп шықпасын деп. Сондай сол Динаны нететін. Или жас келгеннен кейін баланың несін. Жас кезінде білмейді ғой, уже жас келгеннен кейін баланың несін де біледі. Осы ауылда таныстық, тағдыр шығар, жақсы көрдік, қосылдық, балалар туды, сонымен солай өмір сүрдік. Қызым туды, Айгүл 81-ші жылғы. Сосын Дина 91-ші жылғы. Ол кісінің де ата-анасы қарсы болды. Ол кезде шешесі ғана болады, әкесі қайтыс болған. Енді олардың қарсылығына қарағанда жоқпыз, қосылдық екеуміз. Германияға олар 90-шы жылдары кетті, бізге жақсы көмектесті. Ол кезде не болды ғой? Марки. Сонда ақшаны көп салатын бізге. Кеткеннен кейін 1-2 рет келді ағасы. Үлкен ағасы да Артур деген, одан кейін тағы Гена деген ағасы балалармен келіп кетті. Апалары да келді. Шешесі тұрды, ағасы тұрды. Олар сосын Германияға кеткеннен кейін біз кірдік осы үйге. Енді әке шешесінің үйі ғой, өзінің туып өскен үйі. Осы үйде тұрдық сосын. Әлі де тұрып жатырмын. Енді сағынатын, одан кейін олар үйленді ан жаққа. Тәуелсіздік таңы барлық әлем жаңарып, осы тұрған халқыма бейбітшілік орнады. Жақсы, керек, ары қарай. Біз балықты боламыз, тәуелсіз елдің ұланы, маңлы жасап бөлденеміз, ұлы елдің қыраны. Жақсы, отыра ғой. Енді не десе балалар? Не мемлекеттік рәміздер бар? Ал кейін қандай мемлекеттік рәміздер бар? Людмила? Ту, елтаңбай, әнұран. 1998 жылы Людмила айтамын. 1998 жылы Астана қаласы еліміздің Қазақстан елордасы аталды. Жақсы, Людмила, отыра ғой. Елімізде көптеген ұлттың тәтті өмір сүріп жатқаны белгілі.
Біздің кейіпкер ұлттар достығының айғағы. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген ұстанымда. Жас ұрпақтың бойына мемлекеттік тілге деген сүйіспеншілікті арттыру үшін жемісті еңбек етіп жүр. Сабағымызға келіп қалдық. Оқушылар өзіңізді Дина Викторовна дей ме, әлде апай дей ме? Дина Викторовна деп айтады көбінесе. Нешінші сынып оқушылары қазір? 6-шы орыс сынып оқушылары. Сіздің өзіңіздің Иә, өзімнің сыныбым. оқулары қандай, енді көбінше өзге ұлт өкілдері де бар екен. Өзге ұлт өкілдері. Қазақшалары қалай екен? Қазақшалары өте жақсы, барлығы түсінеді, жауап беруге де тырысады. Жалпы осы ұстаздықта қанша болып жүрдіңіз? Ұстаздық жолымды мен 2011 жылы бастағам, осы мектептен бастадым. 11 жыл. 11 жыл, иә. 11 жыл осы бейін. Біршама тәжірибе, негізі. Жұмысыңыз ұнай ма өзіңізге? Ұнайды, өзіме біріншіден бала ұнайды, баланы жақсы көрем. Одан кейін жұмысымды жақсы көрем. Таңнан кешке дейін осы жұмыстамыз. 8-ден бастап кешкі 6-ға дейін осы жұмыста, осы кабинетте өз білімімізді осындай балаларға береміз. Енді оқушылар Абайдың өлеңдерін де жаттапты, иә? Иә, Абайдың өлеңдерін біз кішкентай сыныптан бастап, бастауыш сыныптан бастап жаттаймыз. Бізде Ефремова Людмила деген қызымыз өте жақсы, мен сияқты барлығын түсінеді, жауап береді, Абай оқуларына да қатысады, Абай Құнанбайұлының өлеңдерін де жатқа біледі. Өзі мен сияқты, сондықтан Белсенді, белсенді оқушыларым жақсы. Енді шәкірттер озып кетсе, ұстаздан демек ұстазы жақсы дейді ғой. Иә, сондықтан тыңдайық па? Тыңдайық, Людмила, келе ғой. Абайдың өлеңі. Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын тақпай бақтанба, құмарлап шаттанба. Ойнап босқа күлуге бес нәрсеге асық бол, бес нәрсеге қасық бол. Адам болап десеңіз, тілеуін өмірдің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, ереншік, бекер мал шашпақ. Бес дұшпанын белсіңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, бес асыл із күйсеңіз. Күшті. Дұрыс. Сабақта тағы қандай басқа қызықтар болады әдетте? Енді қанша дегенмен де ауылдың мектебі ғой. Кішігірім орта мектеп. Екі тілде сабағы өтеді? Иә, екі тілде өтеді сабақ. Көбінесе мен қазақша сөйлеуге тырысамын. Бірінші сабаққа кіргеннен бастап, сәлеметсіздер ме балалар дегеннен кейін қалдарың қалай, сабақтың аяғына дейін қазақша сөйлеуге тырысамын. Енді өзге ұлт өкілдері болғандықтан кішкене қиналады, түсінуге жауап беруге. Бірақ та мен айтамын, әр сабақ сайын 45 минут қазақша сөйлей берсем, сіздер үйрене бересіздер деп. Сондықтан бұлар қазақша түсінеді, бірақ кішкене жауап беруге қиналады. Енді менің өзімде мысалы 6-7 сыныпта ғана қазақша әріптер тани білдім, жаңағы Абайдың сөйлеп тұрған кәдімгідей анық аудара білдім. Сондықтан да ой, қайда әлі бар 11 сыныпқа дейін. 11 сыныптан кейін мектеп бітіргенде қазақ тілін жетік меңгеретіндеріне мен кәміл сенемін. Осындай апайларың бар да. Жақсы. Біз бастауыш сыныптан бастап өзім жаным жақсы көремін. Мен өзім осы Абай оқуларына қатысып, талай әндер айтып, талай өлеңдерді, поэзия, проза барлығын Абай Құнанбайұлының осы шырқап әндерін талай үлкен сахнада Қарағанды қаласында, Петропавл қаласында сол жерге қатысып, осы жүлделі орындарды алған болатын. Күшті, керемет. Жалпы енді Абайдың шығармашылығы бұл адамгершілікке баулиды, даналыққа, барынша адами қасиеттерді көрсетуге. Сондықтан да ал мектеп табалдырығында оқушыларға әсіресе бұл керек нәрсе. Ең бірінші тәрбие керек. Тәрбиеден кейін білім. Тәрбиесіз берген білім қашауы дейді ғой. Сондықтан ең бірінші адамгершілік қасиетін адам бойында болу керек. Сондықтан да көбінесе тәрбиеге береміз, одан кейін білімге береміз. Енді көп уақыт оқушылар осы мектепте өткізеді ғой. Ата-аналарды жаңа ұстазға көп жүк артады деген сияқты, үміт артады. Менде ата-аналарым өте жақсы, 6 орыс сыныптың ата-аналары мені түсінеді.
жауапкершілік үлкен ғой енді. Балалар мектепте, мен балаларға қараймын. Енді үмітін ақтаймын. Әр ата-ана өз баласын мектепке білім алсын деп жібереді ғой. Сондықтан да тырысамыз, жұмыс жасаймыз, ерінбейміз, еңбек етеміз. Өзге ұлт өкілінің мемлекеттік тілді жетік меңгеріп, қазақ тілінен сабақ беруі әрине басқаға үлгі боларлық жағдай. Бұл туып өскен жерінде деген сүйіспеншіліктің бір белгісі болса керек. Безедина Викторовна мен 2011 жылдан бастап менімен әріптес, өзі педагог сарапшы маман, және орыс сыныптарға сабақ береді, ал мен қазақ сыныптарға береміз. Екеуміз әрдайым бірге жұмыс жасап, көптеген іс-шараларды бірге атқарып жүрміз. Педагогикалық жағынан алып қараса, өте білікті, ізденімпаз, әрдайым ізденіп, балалармен, жалпы әріптестермен қарым-қатынасы өте жоғары деңгейде, және ұйымшыл, кез келген жұмысты көшбасшылық жасап, өзі ізденіп кете береді. Кейіпкеріміздің отанға, кіндік қан тамған туған жерге, ауылдастарына деген сүйіспеншілігі, ризашылығы ерекше екен. Қыстың бір тамаша күні. Иә. Салқындау болса да, ауылдың тіршілігі, Ауасы таза. Иә. Өзіңіздің туып өскен жеріңіз ғой? Иә, мен туып өскен жерім. Қарағанды облысы Нұра ауданы Байтуған ауылында туып өстім. 1991 жылы 27 мамырда. Содан бастап осы ауылда өмір сүріп келемін. Ауылдарыңыз шағын болса да, өте бір берекелі ауыл екен, иә? Иә, берекелі, әдемі. Халқы қандай? Халқы да өте тамаша, адамгершілігі мол. Жақсы халқы. Енді балаларыңыз жаңа кідірісте де айтып отырсыз ғой, қалаға көшейік па деп. Бірақ ауыл қашанда ыстық болады ғой? Ауыл қашанда ыстық, иә. Айтамыз ғой, қалаға барғымыз келеді, арманымыз қалаға бару, қалада тұру, жұмыс жасау. Бірақ дегенмен ауылды аңсайсың, ауылға келгің келеді, сағыныш деген болады, иә, әрине. Әр баланың бұл жерде өстіңіз, өндіңіз, жұмыс жасадық. Отбасыңыз бастысы? Отбасын құрдық. Осы ауылда? Осы ауылда, осы мектепте, Байтуған жалпы білім беретін мектебінде 2011 жылдан бастап осы отау құрдық. Ата-анаңыз да, иә? Ата-анамыз, иә, Безе Виктор Бертольтович және Кубенова Гүлсім Кубеновна осы жерде табыстырған, иә, ата-анаңызды осы ауыл? Иә, осы ауыл. Осы жерде туып, осы жерде өскен, біз сияқты. Мен 2007 жылы 10 сыныпты бітіріп, мектепте Қарағанды гуманитарлық колледжға оқуға түсем. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. 2011 жылы мен осы мектепке орналастым. Жолдасымның мінезі өте жақсы, қиын кезде маған көмектеседі. Балаларды қараласады. Біз енді бір мектепте, бір жұмыста жүргендіктен біз бір-бірімізді түсінеміз. Әрқашанда қолдау білдіреміз. Кішкене жұмыстан кешігіп келсек, ешқашан бір-бірімізге ұрыспаймыз. Өйткені біз білеміз, бұл мектептің жұмысы қандай жұмыс екенін, қандай талаптар бар екенін барлығымыз біз аңғарамыз, білеміз. Сондықтан да мінезі жақсы, жолдасымның, үлкен ұлымның мінезі әкесіне ұқсаған. Адам өмірде екі жағдайда қателеспеу керек дейді. Бірі мамандық, екіншісі жар таңдағанда. Кейіпкеріміз екеуінен де қателеспеген сыңайлы. Өйткені сүйіп істейтін жұмысы, арқа сүйер жары бар. Мен аты-жөнім Кисиков Азамат Амиржанович. 1989 жылы 21 қазанда дүниеге келдім. Осы Қарағанды облысы Шахтинск қаласында. Бірінші сыныпты Казгородок, ол уақытта Казгородок деген ауыл, қазір Кертін ауылы деп аталады. Бірінші сыныпқа бардым. Папам енді былай айтқанда әкешім Казгородоктікі, мамам, шешем мына жерде тұрған Ахметұлы деген сол жақтікі.
Отбасында 4 баламыз, мен, інім және 2 қарындасым бар. Олар еңбекқор, бізден ештеңе аямайтын. Осы балалар үшін тек қана осылар көрсін деп айттым. Папамыз вахтовыда жұмыс істеді, шаруашылықта да. Мамам енді медбике, ол фельдшер. Енді тек қана енді барлық көршілер бәрі айтады, сен мінезің осы мамаға тартқансың көбінесе. Маман деп солай ашық қол, не қандай көмек керек болса, сразу жүгіріп кететін, қарамайды. Танысқан енді қызық болды енді. Біз 1 жыл келдік осы жұмысқа, 2011 жылы. Өзім ойлаған жоқпын мұғалім боламын деп. Енді жұмыс болмағандықтан резюмені тастадық білім бөліміне. Сосын жұмадан кейін звондап тұр, сізге ұсыныс жасап жатыр. Не Байтуған ауылы, не Шубаркөл ауылы. Ол жақта химия деген мамандық бар. Жақсы. Байтуған жақын болғандықтан Байтуған келдік. Директормен таныстық. Сосын ол кісі бәрі түсіндірді. Бізде конференция болады, мұғалімдер. Соған келесің. Жарайды, жақсы. Август аяғы келді. 30-31 деканның алдында тұрдым. Директор келе жатыр. Қасында 2 жас қыз. Олар да жас мамандық. Бір уақытта Дина кездесті. Бірақ ол уақытта сап-сары, мен ойладым, орыс, деген орыс. Олармен танысқан жоқ, Асияханың директорымен кірдік, Мәдин. Отырмыз залда. Ол мен отырмын, сосын Дина отыр қасында. Ар жақта директор. Бірақ директор бір нәрсе сұраған ғой. Ана Дина бұрылады, қазақша бір нәрсе айтты. Не айтатынын білмей қалдым. Себебі орысша бітірдім ғой. Мен ол уақытта қазақша көп білем қоймайтын. Не айтатынын білмей, сосын орысша айтып жауап бердім. Ол күліп жетті, директор бір нәрсе айтты. Солай таныстық. 2013 жылы қазан айында. Сонда мен жұмыстан сұранып кеттім, үйге бардым. Сосын осындай үлкен үстелде отырмыз, папамен және мамам. Шай ішіп отырмыз, бірақ үндемей отырмыз, бірақ папаға қарап айттым. Папа, осы қалай қарайсың екен, мен үйленсем деп. Папа сразу тұрды да, ой, дұрыс, сосын мама айтты, ана қыз ба дейді. Мен айттым, қандай қыз? Сен жүріп жүрген. Онсыз қайдамыз, ойнамасың, мен бәрін білемін. Осылай бақытты өмір сүріп жатырмыз, 2 баламыз. Құдайға шүкір, 2 баламыз бар. Адамдық қасиет ананың сүтімен даритыны бағзы замандардан белгілі. Мемлекеттік тілді құрметтеуді кейіпкеріміз анасынан үйренген екен. Айтатын сол, апалары да бізді қазақтар жақсы қарсы алды, өздерінде болмаса да нанын бөліп жейтінбіз дейді. Мына жерде көршілерде әлі енді шешелері жоқ, әкелері. Енді олардың балалары бар ғой, мына жерде ата көршілері. Солармен қалай, сонда мына жерде көршіміз бар, Айша деген. Ол айтады, Витяның шешесі шығады дейді, қазақша білмейді. Менің мамкам шығады, орысша білмейді. Екеуі сөйлесіп отырады, әңгімелесіп дейді. Қазақша жақсы сөйлейтін. Кейде бір жолдастары күледі ғой. Витя, руың кім десе, Темешпін дейді. Менің руымды айтатын, Темешпін деп. Қазақтың салтын ұстадық. Мен мына жақта тұра алмаймын сендерсіз, мен қайрадан қайтамын деп. Мұны қайтуға не? Содан кейін Дина оқуға түсіп кетті. Одан кейін оқу бітірді, оны тұрмысқа шықты. Тұрмысқа шыққан жылы Динаның тойы болды декабрьда. Телефонмен алып жылады маған. Мен Динаның тойында да бола алмадым. Деп. Декабрьда тойы болды, мартта қайтыс болды. 15 март, 2 айдан. Қайғырған ғой деймін. Жылайтын кешке қарай звондап. Қайрадан қайтқым келеді Қазақстанға. Әрбір ұлттан құрған отбасылар бар қазір. Біздің Қазақстанда неше түрлі нелер бар ғой, семьялар. Тату-тәтті тұрып атқандары, бақытты болып тұрып атқандары бар. Сондықтан мен айтайын дегенім, ол адамның адамгершілігіне қарай керек. Ұйымшыл болу керекпіз. Мен ұлтына қарамай, сен орысың, сен қазақсың, сен бүйту керексің. Ең басты ұйымшыл болу керекпіз. Біз бір елде тұрамыз, біз бәріміз қазақпыз. Ол бір жағынан дұрыс, себебі біз бір елде тұрамыз, сондықтан ұйымшыл болу керекпіз. Бөлінбеу керекпіз.
Еңбек пен білім егіз ұғым. Іргелі әулеттің шаңырағын шаттыққа толтырған жандар дәл осы екі құндылықты қатар ұстап келеді. Себебі ел игілігіне жұмсалған қажыр қайраттың орны бөлек шіркін. Лайым солай болсын.